Kuruy meselesi geldi mi? Değil mi? Bak, kuruy meselesi söylesene. O seni belki düşünmez. Ne geleyim bilmez. Bırak seni sen bir cağalırız var da. Kışıran yerinden kastay aladın ne var? Canlı yerinden sen bir Allah. Bir ayda aytkan sayın şey cağım жатады. Sonuçta unutmayın. Ең үлкен нығметтің Алламен сөйлесу екен есімізден шығармайық. Намазды сол етті. Мұса алейхиссаламға не алдын Алла Тағала ақимес салат намаз қыл, лезикри мені естеу үшін. Менің хұзырымда тұрғанымды білу үшін. Алла Тағала Миражға пайғамбарымыз шығар. Не үшін? Хұзырны алу үшін, жеке сөйлесу үшін. Пайғамбарымызға берілген ең үлкен нығмет не еді? Мираж береміз. Өзіне жеке. Үммет үшін емес. Өзіне жеке. Алламен бір сөйлесу. Сол себептен ұмытпайық. Алла Тағала біз енді әрине кейде қабылдаудан қиналамыз. Кейде түсіне бермейміз. Бірақ Алланы таныған, Алланы сөйлесумен не алмас? Қоймас. Мұса алейхиссалам туыр сол. Қолында ақшасы бар еді. Алла Тағала әңгіме болсын деп сөйлесу үшін. Алла бәрін біледі. Я Мұса деді. Мен бензайында қасындағы не болды? Алла білмейді деп ойлайсыздар ма қолындағын? Біледі. Бірақ әңгіме болсын. Әңгіме тарту үшін. Сен ойлаңыз, қарсы алдында біреу бар, бәрін біледі. Мұса алейхиссалам бұны түсінеді. Алла біледі осыны бәрін. Алла не алады? Мұса алейхиссалам әңгімені көбейтеді. Қала былайды. Я асайя, бұл менің асам. Әтәвәккәу биха аля алими, ва хушшу биля ғалим деп. Мен бұл таяқпен кейде қойларын айдайын, кейде қойларыны ағаштырып, жапырақ түсіріп береді. Ол әңгіме ұзатады. Не үшін ұзатады? Өйткені Алламен әңгіме болады. Әйтпесе, Алланың білмейді деп ойлайсыздар ма? Біледі. Сәкин әңгіме болсын. Алла Тағала бәрін білетін болса, оны саған не деп айтады? Біздің ойымызша, істейді. Қалай жағдайыңды білетсің, не істеп жатсың деп айтады, не білетсің, не үшін келдің деп сұрайды, оны да біледі. Әңгіме болсын үшін. Ең көп Мұса алейхиссаламды сөйлескен жайлы айтады, негізі Алла Тағала. Сол себептен келемуллах деп айтады Мұса алейхиссалам. Алла Тағаламен ең көп сөйлеседі. Қызық қой негізі. Bir жақсы көретін адамның жанында әңгіме қосатқан саған да рахат береді. Жаман көретін адам болса, бір-екі сөзбен теманың тілін жабасын кетерсің. Бірақ ойлайды, қатты жақсы көретін адаммен әңгіме ешбір. Жастар, болса да білесіздер. Өздеріңізде ғашық боласыздар. Ғашық біреумен отырсаң, азанға дейін сөйлесесіз. Есте телефон болады білесіздер ма? Телефонмен сөйлесіз, 3 сағат сөйлесіз, 4 сағат, азанға дейін сөйлесіз. Уақытың өткенін білмей қалады, таң атып қалады. Неге? Сағат адам. Бізде турасы бар, Алла Тағала жақсы көрсе, бізде азанға дейін сөйлеседі. Тахаджудты тұрады, азанға дейін сөйлеседі. Бірақ біз әлі ғашық бола алмағаннан кейін, әлі сөйлесуде не аламадыңыз? Ләззат аламадыңыз. Бір ғашық болса еді, азанға дейін сөйлеседі, азанның қалай болғанын білмей қалады. Біз Алланы жақсы көрмеген екен, кішкене дұға етесің, шаршап боласың дедіңіз. Шама 5 минут отырсың, белің ауырған сияқты. Бірақ сен жақсы көріп адаммен отырсаң ше, қиын болған отырасың. Бір досыңмен де бір әңгімелесейін десең бар ғой, азанға дейін шай ішіп әңгімелесіп отыра бересің. Қиын болмайсың. Қиын болмайын сөйлесіп отыра бересің. Бірақ Құдайға кезек келген кезде, біз оны жақсы көре алмағаннан кейін не аламыз? Дереу беліміз ауырамыз. Дереу шаршаймыз. Дереу сүйегіміз, дереу жатқымыз келеді. Неге? Өйткені әңгімеден біз ләззат алмағанымыздан үшін. Ләззат алса еді, бәріміз отырады. Түнде тәжіп тұрады, азанға ешбір деп сөйлесіп отырады. Ең үлкен сол себептен қайталап айтады. Ең үлкен ләззат Құдаймен сөйлесу екен есімізде. Сөйлесуді үйренейік. Алла Тағала алиму бизати судур. Бизати судур, судурна біз садыр жүрек деп айтады. Bütün жүрек есін алды, әңгімесін бәрін естейді. Сөйлесесін тыңдайды. Оны біз әулиелерді түсінбейміз ғой дейміз. Әулиелер түсінсе бәріміз әулие болады. Әулиелер сол азанда тұрады да әңгіме басталады. Әңгіме болғанда
Ağız verimiz yüreğime ayırmaya başladı. Tünde teheccüd tarafta. Ya Rabbi, bana teheccüdü nasip ettin. Ya Rabbi, ben amal için deret algan şey söyleyip duran. Şerat kan şey söyleyip duran. Namazda boza da söyleyip duran. Namazda koluna tağda söyleyip. Dosta sol hiçkini söyleyip. Catar gezde söyleyip duran. Yediğe dost. Evliye diye olsa dost sol. Bu dostlarımız boldu bärimizin jas gezimizde. Hiç kıymaydı. Keyde onun yine bak kolum azan gaydan çıkardım. Sonra var yerdesindeki özlüğü gibi onu hiç kıymetli dostumuz var mı de? Hepsi var. Evliye sol dost diyorsunuz. Dost sol. Ağzında tarafta söylesin. Közünü açkandan söylesin. Tünde közünü cuman şey yalan söylesin çok yok. Sol sebepten evliyenin negizli sırrı nedir? Allah'ın köp söylesi demiyoruz. Biz hazır bir Allah Teala'nın namazımız var, duamız var. Ki de kolay çok siyahtı söyleseniz biz. Dualarımızda Allah din sağlık versin diye aytar. Negizde Allah din sağlık versin o başka açakta siyahtı negiz. Allah'ın bir din sağlıklı dinimiz deyiz. Kateliğimizin biri. Ya Rabbi bizge iman nasip et diye aytsak kelime. İman, Allah iman nasip etsin sizlerge. Allah bu жерде çok әңгіменің ішінде. Allah sizlerge rızıklarınızda arttırsın. Allah kalktı, bunu Allah celle söylesi tutkan yok. Allah celle söylesi bunu. Ya Rabbi, rızkımızda arttır. İşte, ya Rabbi bizlerge iman nasip et. Bunu Allah'ın söylesi olsun. Ne gayb, Allah Teala'nın çok bir gayb arkasından söylüyor. Allah sana diye sağlık versin, sana şifa versin. Sağan hayırlı hizmet versin. Bu dua negizi. Жақсылық тілеу бір негізі. Dua емес негізі bu. Bu жақсылық тілеу bir adam. Allah sizді қиындықтарыңызды шығарсын. Жақсылық тілеу. Бірақ dua ол емес негізі. Dua ne? Allah'ım mына көкеміздің, ағамыздың қиындығын жеңілдет. Міне Allah бар бұл істе. Осы ұмытпайық. Bir gayipten dua